Қайырлы таң, құрметті достар, өздеріңізге Green Life компаниясының мүмкіндіктерін таныстыруды жалғастырамыз. Мысалы, Green Life компаниясы традициялық бизнес пен сетевой бизнесті ұштастырған мен білетін алғашқы компания. Мен осы уақытқа дейін традициялық бизнес пен сетевой бизнесті ұштастыру процесін осылардан көріппін. Мынау енді менің маркетинг бойынша алғашқы тапқан кабинетім, бонустарым, мына Green Life, мына жерге KZ нөмірі беріледі екен. Содан кейін маркетинг, товар, мои финансы, история, инструменты, информация, поддержкасы бар. Мынау, мысалы, мен өзіме не алдым, 188 мыңға франшиза алдым. Франшиза деген сізді бизнесті жалғастыру деген сөз. Мысалы, осы компанияның франшизасын аласыздар, рұқсатын аласыз да, сіз өзіңіз осының өнімдерін сата бересіз. Кәдімгідей, мысалы, базарда тұрсаңыз, бір жерден өзіңізге торговый точка дейміз ғой, сату, енді бутик аласыз ба, орын аласыз ба, сөйтесіз да, Green Life-тың өнімдерін сатып ала бересіз. Соған сізге франшиза береді 188 мыңға. Мен сондай 188 мыңдық франшизаны алдым, маған компания 678.500 бонус береді екен, купон. Яғни сіз товар алатын болсаңыз, болашақта 50% скидкамен алатын мүмкіндікке қол жеткізесіз. Яғни 50%-ті өзіңіз ақшамен төлейсіз, 50%-ке купонды пайдаланасыз. Яғни сіздің купоныңыз сіз үшін қызмет жасайды. Бұл біріншіден. Екіншіден, сізге маркетинг бойынша табыс түсіп бастайды екен. Мына 62.491 қайдан келді? Мен өзім кірдім, астыма бір адам тіркедім, екінші адам тіркелдім. Линейный бонустан мына 12.000 теңге бинарный. Мынау бинар жабылған кезде түсті 10%. Сосын әр адамнан личник болған үшін тағы да 12.000 түседі екен. Личник болған үшін. Содан кейін реферальный бонустан 38.000 түседі екен маған, 38.400. Осы үшеуін қосқан кезде мен өз адамдарымнан 62.491 теңге пайда көрдім. Бұл енді арқарай сетпен жұмыс жасаған кезде кете береді екен. Сіздің адамыңыз болса да болмаса да, сіздің астыңызға екі адамнан артық түспейді екен. Мысалы, сіз мынандай адамдарды тіркейтін болсаңыз, өзіңіздің жеке рефералкаңызбен тіркегеніңізбен сізде ол адамдар сіздің адамдарыңыз болып есептелінеді. Сіз одан себебі реферальный бонус аласыз. Мына жақта басқа структураға түсіп кете береді екен. Енді өзіңіздің структураңыздағы адамдарыңызға түседі екен. Яғни олар бинармен алады, олар линейныйдан алады. Сөйтіп бір адамның жасаған әрекеті біраз адамдарды табысқа алып барады екен. Бұл маркетинг бойынша. Маркетинг бойынша менде видеолар тұр, міндетті түрде кіріп тыңдап, ақпарат қызық болса тыңдаңыздар. Мен сіздерге қазір товарлары туралы, онлайн платформаның онлайн мүмкіндіктері туралы. Мысалы, товары деген бөлім бассаңыздар, товары для дома деген жері шығады. Үстіне басамыз да, другое. Бұл толыққанды әлі сайт қатты жұмыс істемей ма, или түсінбедім вообще. Мен шатасып отырмын ба? Көрдіңіздер ма? Мынаның барлығы біздің женские носки из бамбукового волокна. Енді әрбір товарды алуға бізге бонус беріліп отыр, плюс еще бұл барлық товарлардың бәрі эко товарлар. Бұның ішінде барлығы бар. Қандай товар алғыңыз келеді, сіз кіресіз де өзіңіз таңдап алып кете бересіз. Товары деген бөлімін қайттан бастым. Компания Қытайдың ішкі нарығындағы товарды бізге ұсынады екен. Бірінші кезде Қытай деген кезде, Қытайды мен де жақтырмаймын негізі. Тырысып, керек емес Қытайдың өніміне кірмеймін деп айтқан едім негізі. Оказывается, Қытайдың ішкі товарының сапасы өте жоғары болады екен, біріншіден. Екіншіден, енді Қытайды жақтырмасақ жақтырмаймыз ғой, бірақ бұл бизнесте Қытай бізден қайда алға басып озып кеткен, сондықтан өз бағасын беріп, Қытайдан осындай бизнес жасауды үйрену керек. Мысалы, менің алдымнан шыққан бірінші платформа емес негізі бұл. Бұдан да басқа тағы да онлайн платформалар білетінмін, бірақ менің алдымнан шыққан онлайн платформамен традициялық бизнесті байланыстыру, именно франшиза арқылы нарыққа сондай продукт ұсыну, өнім ұсыну, бұл менің бірінші мәрте естуім. Изящная квадратная тканевая салфетка.
салфеткаларының өзі не деген керемет. Өткенде бір жаңағы тоже осы бизнесте жүрген танысым тоже осы продуктыны өзі точка алып сатып жатыр екен. Мен одан сұрақ қоямын да, негізі адамдар өзінің товары өту үшін айта береді мақтап. Шынында да товар күшті ма, маған шынын айтшы деп. Сөйтсем айтады, товар жақсы, сапасы өте жоғары, сондықтан ешқандай ұзақ уақыт ойланып жүріп ама, кірісіп жұмыс жасасаң, міндетті түрде жаңағы өзіңе жаңағы мүмкіндікке қол жеткізесің деп. Плюс еще сіздерге айтып кетейін, мына жерде қараңыздаршы, Бішкек, уже Қырғызстан, именно осы корпорациямен бірге келісім шартқа отырып, өздерінің 28 ноябрь күні осы жақын арада уже меморандумға қол қойыпты. Яғни бұл корпорация Бішкектен өзінің заводын салайын деп жатыр екен. Көрдіңіздер ма? Осыны маған презентация кезінде айтқан, енді ол жаңалықтарда тұр. Одан кейін бұл жерде жаңағы промо орындаймыз ғой, мысалы маркетинг арқылы табыс табатын болсақ, мысалы автокөліктің промосы, сосын тағы қандай промолар көп. Бұл жерде промо көп екен өзі түсінгенімше. Автопромоушн қара 1 август 2023 жылдан 31 июль 24 жылға дейін дейді да. Бұл жердегі орындаған сіздің промо акцияңыз сіздің компанияның берген барлық жаңағы программаларына қатысып кете береді екен. Көрдіңіздер ма? Яғни мына жерде автокөліктің промосы былай деп айтып отыр. Промоушн рассчитан на год. Бір жылға дейінгі промоушн екен. СНГ елдеріндегі условия выполнения промоушна необходимый минимальный оборот. Директорлар деген, енді статустың ең төменгісі менеджер, деймін мен шатаспасам. Жаңағы енді мен өзім мынаған жаңадан кірдім, сондықтан толық автокөлік туралы информация бермей қояйын. Бірінші өзім толық біліп алайын сіздерге. Енді бұйырса, Құдай қаласа, бәріміздің ниетіміз онлайн бизнестің мүмкіндігін пайдалану ғой. Сондықтан араларыңызда мен кімнен кеммін, осылай өмір сүріп жүре берем ба, былай тартсам былай жетпейді, былай тартсам былай жетпейді деп әрекет жасаған адамдармен жұмыс жасауды жалғастырамыз. Осы уақытқа дейін, осы платформаға дейін жаңағы крипто салада жұмыс жасадым. Қазіргі таңда крипто саланы екінің бірі түсінбейді. Түсінбеген былай тұрсын, лишний раз біреудің жағдайын жасаймын деп өзімнің қазіргі таңда шыны керек определенный проблемалар басыма түсіп тұр. Дәл қазір осы видеоны түсіріп жатырған сәтте. Соған қарамастан мен Green Life компаниясының мүмкіндігін пайдаланып, әрекет жасап, өздеріңізге түсіндіруді жалғастырып жатырмын. Яғни әр адам өзінің алдынан шыққан кедергілерге жалтақтамай, алға ұмтылу процесін жалғастыра берсе, міндетті түрде сол ұмтылудан нәтиже шығады. Соны айтқым келеді. Барлығымыз Құдай емеспіз. Бір Алланың көрсеткеніне шүкіршілік айтуды ешқашан ұмытпай, әрекеттене берсек, біз міндетті түрде жетістікке жетеміз. Сондықтан бұл видеодағы басты мақсатым осындай керемет Green Life платформасын таптым. Бұл платформасының онлайнда бағыты бар екен, сетевой маркетинг арқылы табыс табуға. Офлайнда бағыты бар екен. Яғни сіз франшиза алып, Green Life компаниясынан өзіңізге тауарларын алып, тауарлары болғанда да тауарлары эко-тауарлар екен. Яғни біздің организмге, біздің қоршаған ортамызға ешқандай зияны келтірмейтін. Мысалы, күнделікті пайдаланып жүрген тауарымызды бәрібір аламыз. Мысалы, шампунь, гель для душа, посуда жуатын порошоктар, мысалы, неге бізге эко-тауарды пайдаланбасқа? Плюс еще алған товарымыздан кэшбэк алмасқа, плюс еще алған товарымыздың мүмкіндігін жан-жағымызбен бөліспеске. Тағы да айтарым, химиялық өнімдерді осы уақытқа дейін пайдаланып келдік. Қазіргі таңда химиялық өнімдер көп адамдардың аллергиясын, неше түрлі ауруларға ұшыратып отыр. Яғни біз өзіміздің организмімізді аурудан сақтап, эко-товарды пайдалана отырып, өзіміздің қоршаған ортамызға зиянымызды келтірмей, плюс оны традициялық бизнеске айландырып, өзіңізге жаңа торговый точка деп айтамыз, сауда орнын алып, компанияның өнімдерін 50% скидкамен алып, өз үстіне қанша қосасы өзіңіз білесіз, сатсаңыз болады. Біріншіден, екіншіден, Green Life компаниясының жаңағы
франшизасын алып 188-ге ары қарай сетевой маркетинг, сетевая индустрия саласымен өзіңізге үлкен табыстарға қол жеткізетін мүмкіндігіңіз бар. Сондықтан араларыңызда жоқшылықтан шаршаған, өзінің болашағына вызов тастаған дейміз ғой, яғни менің қолымнан келеді, неге мен ел-жұрт сияқты өмір сүрмеймін деп жақсы сапалы өмірге әрекет жасаған біздің замандастарымыз болса, міндетті түрде маған байланыс аясына мына нөмерге шығыңыздар: 8771-902-82-23 WhatsApp-на хабарласыңыздар. Мен сіздерді ары қарай осы саланы көрсетейін, үйретейін. Ең бастысы, әрекеттенген адам жетістікке жетеді. Тағы да бір рет естеріңізге түсіргім келеді. Енді менің бұл видеом ұнап жатса, міндетті түрде лайк басып, комментарийларға өз ойларыңызды қалдырып, өз нөмерлеріңізді қалдырып, қазіргі таңда жаңағы ішкі Қытайдың сыртқы нарыққа шығарған Green Life платформасының онлайн мүмкіндігін және традициялық бизнеске байланыстыру мүмкіндігін пайдалана біліңіздер.